Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Есім Дәурен Төлбасы, математика пәнінің мұғалімін. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл геометриялық прогрессияның қосындысы, яғни алғашқы n мүшесінің қосындысын табатын боламыз. Егер біздің тақырыбымыз қызықты әрі пайдалы болса, онда көруді жалғастырайық. Сонымен біз алдыңғы тақырыпта геометриялық прогрессияны туралы мәліметтер айтқан болатынбыз, соған байланысты оның шығару жолдарын қарастырдық, формуланы қарастырдық. Солардың кейбір формулаларды бір еске алып өтейік. Жалпы геометриялық прогрессия байланысты қандай формулалар еске шығардық? Бірінші бұл бізде Q-ді табу формуласы болатын. Q деп атқанымыз бұл V2-ні V1-ге бөлдік. Есімізде ғой. Келесі Q-дің n-k формуласы болатын. Егер Vn мен k-сы мүшесі болса, біз осы формуланы қолдандық. Және Vn формуласы болды. Ол бізде V1 көбейтілген Qn-1 формуласы болды. Және тағы бір формула Vn тең Vk көбейтілген Qn-k. Осы формулалардың көмегімен біз есептер шығарған болатынбыз. Геометриялық прогрессияны бір еске алып өтейік. Мысалы 1, 3, 9, 27, 81, 243 және ары қарай осылай кете беретін болса, бұл жерде бізде еселік бар деп айттық, яғни біздің сандар тізбегіміз еселеніп артып отырады. Оны анықтау үшін біз не істейміз? Мына соңғы мүшені оның алдыңғы мүшесіне бөлеміз. Яғни 3-ті 1-ге бөлеміз, жаңа айтқанымыздай V2-ні 1-ге бөлеміз. Сонда бізде Q 3-ге тең. Дәл сол секілді біз мына жерден 9-ды 3-ке де бөлсек, бұл да бізде сол жауап шығады. Q-дің 3 екенін анықтаймыз. Жақсы. Енді біз жалпы алғашқы n мүшесінің қосындысы дегеніміз не? Бірінші соны түсінейік. S деп атқанымыз бұл бізде қосынды. S2 деп атқанымыз бұл тізбектің алғашқы екі санының қосындысын білдіреді. Яғни 1 қосу 3. Біздің тізбегіміз 1, 3, 9, 27, 81, 243 деп кетіп жатыр ғой. Яғни S2 дегеніміз алғашқы екі санның қосындысы. Яғни бізде 4-ке тең. S3-тің мағынасы бұл алғашқы 3 тізбектің қосындысы, санның қосындысы. Яғни 1 қосылған 3 қосылған 9 бізде 13-ке тең. Дәл солай, егер біз S4-ті тапқымыз келсе, 1 қосу 3 қосу 9 қосу 27-ні қолданамыз. Сонда бізде не болады? 13 болды, 27-ні қоса 40 болды. Енді есепте былай келу мүмкін. Алғашқы 10 мүшесінің қосындысы, алғашқы 9 мүшесінің қосындысы деп келу мүмкін. Бұндай жағдайда біз барлық сандарды қосып, тауып, одан кейін қосып отпаймыз. Яғни бұның бір оңай жолы болу керек. Математиктер сондай адамдар, олар ұзақ жолды ерінетте, оларды есептеу үшін қысқа жолды табады. Ал қысқа жол бұл әрине формула. Сандарды қоясын, шыға салады. Сондықтан да біз келесі формуламен танысайық. Бұл бізде алғашқы n мүшесінің қосындысы деген білдіреді. Sn тең V1 көбейтілген Q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1. Бұл формула оқушылар тізбектің алғашқы n мүшесінің қосындысы дегенді білдіреді. Енді бұны экспериментте қолданайық. Мысалы, S2 бізде 4-ке тең болды. Көріп тұрмыз ғой. Қазір осы формула арқылы S2-ның 4-ке тең екенін анықтаймыз. Бірінші V1-ді табамыз. Бізде V1 1-ге тең. Жазамыз. 1 көбейту. Біздегі Q-іміз оқушылар 3-ке тең екенін білеміз. 3-тің қараңдар n дегеніміз 2 болып тұр ғой. Сондықтан да Q-дің n дәрежесі болып тұр. n-нің орнына 2-ні қоямыз. Азайтылған 1 және мына жерде біз 3 азайтылған 1. Енді осыны есептейік. 1 көбейту, 3-тің квадраты 9, одан 1-ді азайтсақ 8, 3-тен 1-ді азайтсақ 2, 8-ді 2-ке бөлсек 4, оны 1-ге көбейтсек 4. Мына. Келесі S3-ті тапқымыз келеді. S3 деп атқанымыз бұл бізде алғашқы 3 мүшесінің қосындысы, яғни 10 шықты. Қазір біздің 10 шыққан жауабымызды аламыз. Бірінші мүшесі бұл бізде 1, 3-тің 3 дәрежесі азайту 1, бөлімінде 3 минус 1. 3-тің 3 дәрежесі 27, одан 1-ді азайтсақ 26, бөлімінде 2, 26-ны 2-ке бөлсек 13. Кез келген санды 1-ге көбейтсек өзі шығып тұр. Сонда біз не түсіндік? Яғни бұл формула жұмыс жасап тұр.
Енді оқушылар, ары қарай жалғастырайық. Енді біздің есептерімізге тоқталайық. Бізде бірнеше есептер бар, соны қарастырамыз. Бірінші, V1 мен Q берілген, S жетін табу керек. Бұл өте оңай. Егер де біздің формуламызды жазатын болсақ, V1 күнә жерде көбейту, Q-дің n-1 дәрежесі, мұнда Q-1. Яғни бізге V1 керек, n осы екеуін біз білетін болсақ, және Q осы үшін затты білетін болсақ, біз кез келген есепті таба аламыз қосындысын. Сонымен S жеті, яғни біздің n-іміз бар. S жеті тең, V1 бізде бар. Бұл бізде 2 көбейтілген, біздің Q-іміз бар. Ол 3. 7 дәрежесі азайту 1 бөлімінде 3 минус 1. Мен бұлай жасайын, мұнаны аламды, чуть төменірек жазайын. Так, кеттік. Енді осыны есептейік. Тең. Так, 2 көбейту. Бетекші 2 көбейту деймізді, 2-ні жоғары қарай көбейт жүре салайын. 3-тің 7 дәрежесін енді біз калькулятордың көмегімен жасаймыз. Яғни 3-ті оқушылар 7 рет өз-өзіне көбейтеміз. Кеттік. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2187 шығады екен. Так, жазамыз. Бізде 2187 шықты. Так, 2187 азайту 1 бөлімінде 2 болады. Енді қараңдар, мұна жоғарда тұрған 2, төменде тұрған 2 мен қысқарып кетті. 2187-тен 1-ді азайтсақ, 2186. Яғни, алғашқы 7 мүшесінің қосындысы осындай санға тең. Келесі 2 плюс есебін қарастырайық. Бізде V3 берілген, Q берілген және S5 табу керек. Енді қараңдаршы, біздің формула бойынша S5 тең V1, мен бұлай жаза берейін, ыңғайлы болсын Qn-1 бөлімінде Q-1. Так, біздің формула бойынша n бізде бар, n 5-ке тең. Бізде V1 жоқ, V1-ді табуымыз керек. Және Q бізде бар, ол бізде -2. Яғни V1-ді табуымыз керек. V1-ді қалай табамыз? Қараңдаршы оқушылар, V1-ге жету үшін алдыңғы сабақты еске түсірейік. V3-ті неше рет Q-ға бөлім керек? V1-ге жету үшін V3-ті мен 2 рет Q-ға бөлім керек. Яғни бөлген кезде мұна 3-тен 2 азайтылады, 1 болады, жарай ма? Сонда біздің есеп бойынша V3 бізде -8-ге тең, Q деп атқанымыз -2. Соны квадраттаймыз. Сонда -8 бөлінген -2-ның квадраты 4, сонда -2-ге тең. Енді осының барлығын формулаға саламыз. S5 тең, V1 деп атқанымыз -2, бұл әрине жақшамен жазамыз. Q деп атқанымыз -2, тоже жақшамен жазамыз. Дәрежесі 5 -1 бөлімінде Q деп атқанымыз -2, -1. Енді осыны есептейміз. -2-ның 5 дәрежесі бұл. Дәрежесі тақ болса, минус сыртқа қарай шығады. -32, одан 1-ді азайтсақ, -33. Оның алдында тұрған -2 ешқайда кеткен жоқ. -2 бар. Және бөлімі -2, -1, -3-ке тең. 2 минус қысқарды, 33-ті 3-ке бөлеміз 11, -2-ні 11-ге көбейтеміз, -22. Бұл есептің шешімі -22-ге тең. Күшті, керемет. Ары қарай жалғастырамыз оқушылар. Келесі V4 пен V2 берілген S8-ді табу керек. Яғни біз көріп тұрғанымыздай, бізге міндетті түрде V1 мен Q керек. Бұл жерде n бізге беріліп тұр. Онда давайте Q-ді іздейік. Қараңдаршы, V4 пен V2 берілген. Мен V4 пен V2-ні арқылы Q таба алам. Қараңдар, индекстерін азайтам. 4-тен 2-ні азайтамын. Сөйтемінде V4-ті V2-ке бөлем, формула бойынша. Сонда бізде Q-дің 2 дәрежесі, V4 деген 80, V2 деген 20. Бұлар қысқарады. Q квадрат 4-ке тең, Q тең. Түбір астына алатын болсақ, бізде +-2 деген жауап шықты. Яғни бұл жерде Q-ға байланысты 2 түрлі шешім бар. Q 2 болған жағдайда, яғни Q -2 болған жағдайда біз қарастырамыз. Енді Q 2-ге тең болғанда V1 неге тең болады, соған қарастырайық. Қараңдар, V2 Ошым, былай болып тұр, ошым, V2 тең, V1 көбейту Q екен білеміз ғой. Енді қараңдаршы, V2 деп атқанымыз бізде 20, Q деп атқанымыз 2.
v1-ді қандай санға көбейтсем, яғни v1-ді 2-ге көбейтсем, менде 20 шығады. Сонда v1 деп атқан менде қандай сан? 10, дұрыс. Яғни біз мына жерде v1-дің орнына 10-ды қойып, q-дің орнына 2-ні қойып, S8-ді табамыз. Енді екінші жағдай, q-дің орнына -2-ні қойсақ, бізде не болады? Біз білеміз v2-ның 20 екенін, мына v2-ның 20 екенін білеміз. Так, v1 көбейту q. Q бізде -2 болса, бізде v -10-ға тең болады. Себебі -10-ды -2-ге көбейтсек, 20-ны береді. Сонда екінші жағдай бұл қалай? Q-дің орнына -2-ні қоямыз, v1-дің орнына -10-ді қоямыз. Осы арқылы біз S8 мүшесін табамыз. Бұл жерде неге екі жауап болды? Өйткені бұл жерде көріп тұрғанымыздай біреуі тек қана оң сандардан тұратын болса, яғни Q тең 2 деген бұл оң геометриялық прогрессия болса, екіншісі бұл оң теріс екеу араласып келетін геометриялық прогрессия болды. Бұл екеуінің де шешімдері шығады. Жақсы, енді бұл жерде до конца шығармай қоямыз, ары қарай өзіміз апарамыз деген сенімдемін. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Ары қарай жалғастырайық. Енді үшінші есеп. Үшінші есеп бізде оқушылар былай. Біздің геометриялық прогрессиямыз шексіз кемелі геометриялық прогрессия болатын жағдай бар. Сол жағдайды қарастырайық. Оның формуласы бізде былай. S тең v1 бөлінген 1 - q. Яғни бұл формула біздің геометриямыз шексіз болса да, сол сандардың барлығының қосындысын табуға арналған. Енді бұл формуланы қолдану үшін бізге v1 мен q керек. Байқағаныңыздай, S-тің жанында n деген ешқандай индекс жоқ. Яғни бұның мағынасы шексіз сандардың қосындысы дегенді білдіреді. Енді біз бұны қалай қолданамыз? Бұны табу үшін v1 мен q ғана керек. Бізде v1-ді көріп тұрғанымыздай 3, ал q-ді табу үшін біз кейінгі мүшесін алдыңғы мүшесіне бөлеміз. Яғни v2 деп атқанымыз -1-ді бөлеміз v1-ді 3-ті. Сонда біздің q-іміз -3-тен 1. Осы берілген мәліметтерді барлығын орнына қойық. Сонда S тең v1 деп атқанымыз 3, 1 - q деп атқанымыз -3-тен 1. 2 - 1 мен қатар келген кезде, мана көрдіңдер ме? Қатар келген кезде бұлар плюске айналады. Сонда 3 бөлінген, так, мынаны біз ортақ бөлім 3-тен беріп жүрейік. Дұрыс па? Өткен көрінбейтін бір бар. 3 қосу 1, 4 бөлінген 3 болады. Мына ең соңғы тұрған жоғарыға көтеріледі, көбейтіледі. Сонда 3-ті 3-ке көбейтсек 9 бөлімінде 4. Номері 4-ші тапсырма. 6 - 1 қосу 6-тан 1 прогрессияның қосындысын тап. Яғни бұл да шексізге кетіп баратыр. Яғни шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай v1 6-ға тең. Q-ді анықтау үшін кейінгі мүшесін алдыңғы мүшесіне бөлеміз. -6-тан 1. Енді формулаға саламыз. 6-ны бөлеміз. 1 - -6-дан 1-ге. Сонда 2 - плюс болады. Көрінбейтін 1 бар. 6-дан береміз. Сонда бұл 6 бөлінген. 6-ға 1-ді қоссақ 7 бөлінген 6. Мұна 6 6-ға көбейтіледі. Сонда 36 бөлінген 7 болды. Келесі бізге есеп өте қызықты. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 4 екен берілген, v1 берілген және q-ді анықтауымыз керек. Бұны жай ғана формулаға саламыз. S тең v1 бөлінген 1 - q. Қараңдар, S бізде 4-ке тең, 4-ке теңестіреміз. v1-дің орнына 2 қоямыз. Сонда бізде осындай жағдай шықты. Енді бұл есепті шығару үшін әрине пропорция жасаймыз. 4-тің астына көрінбейтін 1 бар. Енді 2-ні 1-ге көбейтеміз, 1 - q-ді 4-ге көбейтеміз. Сонда 4 көбейтілген 1 - q тең 2. Шақшаны ашамыз. 4 1-ге көбейтеді, 4-ге көбейтеді. 4 - 4q тең 2. -4q тең 2. 4 мұнда азайту болып өтеді. -4. -4q тең -2. Екі жағында минустар қысқарамыз. Q-ді табу үшін 2-ні 4-ге бөлеміз. Бұлар 2-ге қысқарады, 2-ге қысқартсақ 2-ден 1 болды. Біздің есебіміз табылды. Келесі бізге осындай бір қызық есеп берілген. Бізде геометриялық прогрессияның бір уақытқа дейінгі қосындысы 3069-ға тең болса, онда x неге тең? Енді бұл есепті қарап тұрсақ, бұл жердегі сандардың барлығы 3-ке қысқаратын көріп тұрмыз. Онда бұл есептің барлығын 3-ке бөліп жіберейік. Бөлмесек те болады. Давайте.
бөлме шығара берейікші. Бізде V1 3-ке тең екенін көріп тұрмыз, Q-ді 2-ке тең екенін көріп тұрмыз, яғни 2-ке артып жатыр. Енді біз түсініп тұрғанымыздай, бізде n-ші мүшесі x-қа тең, мына бізде Vn ғой, ал енді бізде Sn-нің қосындысы 3069, яғни қанша сан бар екен білмейміз, Sn сан бар деп ойлаймыз, сол сандардың қосындысы 369-ға тең. Енді бізге барлық берілген материалдар тұр, есепті бастайық. Sn-нің формуласы жаңа айтқанымыздай V1 Q(n-1) дәреже азайт бөлінген Q-1, я? Осы бізде 3069-ға тең. V1-дің орнына 3 қоямыз. Так, Q-дің орнына 2-ның n дәрежесі -1, 2-ден бөлімінде 2 азайту 1, тең 3069. 2-ден 1-ді азайтсақ 1, ол бізде бөлімінде тұрады. Кез келген санды 1-ге бөлсек, ол өзі болады. Енді келесі амал бізде былай болды. 2-ның n дәрежесі -1, тең 3069. Енді 3-ті не істейміз? 3069-ды 3-ге бөлеміз. 2-ның n дәрежесі -1 тең 3069 бөлінген 3. 2-ның n дәрежесі -1 тең. Так, 1023. Бір оң жаққа плюс болып өтеді. 2-ның n дәрежесі тең 1023-ке 1-ді қоссақ 24. Ал 2-ның 1024 дәрежесі 2-ның 10 дәрежесі болады. 2 мен 2 қысқарады, сонда n тең 10. Біз не түсіндік? Осы жерде 10 саны қосылған. 10 сан қосылған. Енді біз 10-шы санды табу үшін V10 тең V1 көбейту Q9 формуласына саламыз. Яғни 1-ге 9-ды қосқанда 10 болу керек. Онда V10 тең V1 деп атқанымыз 3, Q деп атқанымыз 2, соның 9-шы дәрежесі. V10 тең 3 көбейту 512, сонда 10-шы мүшесі біздікі 512-ні 3-ке бөлсек 1536. Керемет. Ары қарай жалғастырамыз. 7-ші тапсырмаға келіп жеттік. Бізде Sn-нің формуласы берілген, және V11-ді табуымыз керек. Қараңдар жоқшылар. Бұндай есептерде біз былай шығарамыз. Мысалы, 5-ші мүшесін тапқымыз келсе, біз былай жасайық. S5-тен S4 азайтамыз. Бұның мағынасы не? S5 деп атқанымыз алғашқы 5 мүшесінің қосындысы, я? Ал S4 деп атқанымыз алғашқы 4 мүшесінің қосындысы. Енді S5-тен S4-ті азайтатын болсақ, бізде не қалады? V5 қалады ғой. Дәл осы логиканы қолданамыз. Сонда біз V11-ді тапқымыз келсе, S11-ден S10-ды азайтамыз. Яғни S11 деген 1-ден 11-ге дейін сандардың қосындысы, S10 деген V1-ден V10-ға дейіндердің қосындысы. Бұларды азайтқан кезде бізде V11 қалады. Сонда V10 қалады. Енді оны табу үшін S11-дің мәнін алайық. N-нің орнына 11-ді қоямыз. 4 көбейту 11 қосылған 5, 49. Енді дәл солайынан S10-ды табамыз. S10 тең 4 көбейту 10 қосылған 5, бізде 45. Енді V11-ді табу үшін S11-ден S10-ды азайтамыз. Сонда бізде 49 азайтылған 45 тең 4. Бітті. Келесі 8-ші тапсырма. Бізге V1 берілген, Q берілген, n-ші мүшесі 200, n неге тең. Мұнда есептерді біз шығардық, қазір патыр-пұтырын шығарып тастаймыз. Бастайық. Sn-нің формуласы бізде V1 Qn-1 бөлінген Q-1. Осы бізде 200-ге тең. V1 бізде 5-ке тең, Q бізде 3-тің n дәрежесі -1, бөлімінде 3-1 тең 200. Так, енді есептейік. 5 жақшаның ішінде 3n дәрежесі -1, бөлімінде 2 тең 200. Так, мұна жердегі 2 мұнда көбейту өтті. Сонда 5 3n-1 тең 400 болады. Бөлімінде тұрған көбейту өтеді. И мұна 5-ке бөлеміз. 3n-1 тең 400-ді біз бөлеміз 5-ке. Сонда 3-тің n дәрежесі -1 тең 80. Мұна бір бар қосылады. 3-тің n дәрежесі 81. 3-тің қандай дәрежесі 81? Бұл 4. Сонда m бізде 4-ке тең. Керемет, күшті. Ары қарай жалғастырамыз. 9-ші тапсырмаға тоқталайық. Бізге бұл жерде әртүрлі есептерді қарастырып жатырмыз. S7 берілген, Q берілген, V6-ны табуымыз қажет. Кеттік, бастайық. Бізде V1 жоқ, бірақ қалған мәліметтердің барлығы бар. Кеттік.
S7-нің формуласы бізде V1 Q-дің 7 дәреже минус 1 бөлінген Q минус 1. Осы бізде 635-ке тең болу қажет. Енді V1 бізде жоқ, бірақ Q бар. 2-нің 7 дәрежесі минус 1 бөлімінде 2 минус 1 тең 635. 2-нің 7 дәрежесі 128, одан 1-ді азайтсақ 127 болады. 127-ні 1-ге бөлсек 127 тең 635. V1-ді табу үшін 635-ті 127-ге бөлеміз. Сонда V1 бізде 5-ке тең. Енді V6-шы мүшесін табу үшін біз V1-ді Q5-ке көбейтеміз. 6-шы мүшесі V1 деп атқанымыз 5, Q деп атқанымыз 2-нің 5 дәрежесі. 2-нің 5 дәрежесі бізде 32, 32-ні 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 160. Және оқшар номері 10-шы есеп. Тоқталайық. Бұл да туры сондай есеп. Давайте шығарайық тез-тез. S3 дегеніміз не? S3 деп атқанымыз бұл V1. Так, V1 Q-дің 3 дәрежесі минус 1 бөлімінде Q минус 1, тең 52. Так, V1-дің орнына 4-ті қоямыз. 4 Q бізде берілмеген. Q3 минус 1 бөлімінде Q минус 1, тең 52. Так, енді оқшар мұна 4, мұнда бөлуі бітеді. Енді мұна жерде Q3 минус 1 деп көретін болсақ, ол бізде 1-дің 3 дәрежесі бар деген сөз. Бұл бізде қысқаша көбейту формуласы. Яғни Q минус 1, Q квадрат, аз қосылған Q көбейту 1 плюс 1 квадрат. Мұна формула есімізде ме? А көп минус В көп болса формулаға салдым. Мұны А минус В, А квадрат қосу АВ қосу В квадрат. Осы формула бойынша. Енді кеттік жазайық. Q куб минус 1 куб дегенді орнына жазамыз. Q минус 1, Q квадрат қосу Q қосылған 1 бөлімінде Q минус 1 тең 52 бөлу 4. Q минус 1-лар қысқарады, жаз қоямыз. Q минус 1 тең емес 0-ге, яғни Q 1-ге тең бола алмайды. Бізде қалды Q квадрат қосылған Q қосылған 1 тең 52-ні 4-ке бөлсек 13. Q квадрат қосылған Q қосылған 1 азайту 13 тең 0. Q квадрат қосылған Q минус 12 тең 0. Осы жерден біз дискриминант табамыз. Кеттік, мұнда жазып жатырмын оқшар. Мұны. Дискриминант тең 1-дің квадраты 4 көбейту 1 көбейту минус 12. 2 минус плюс болады. 48-ге 1-ді қоссақ 49. Так, сонда Q 1, 2 тең минус 1 плюс минус түбірасты 49-дан 7 бөлінген 2. Так, минус 1-ге 7-ні қоссақ 6, 2-ке бөлсек 3, минус 1-ден 7-ні азайтсақ минус 8, 2-ке бөлсек 4. Сонда Q-дің бізде 2 мәні шықты. 3-те және минус 4. Так. Келесі осы 11-ші есеппен оқшар біз тапсырмамызды аяқтайық. Сонымен бұл жерде осындай мәліметтер берілген S5-тің мәнін табуымыз қажет. V4 дегеніміз не? Бұл бізде айттық, егерде осындай жүйе болса, барлығын V1 мен Q-ға келтіреміз. Так, V1 тең 126. S3 деп атқанымыз бұл алғашқы 3 мүшесінің қосындысын біз осылай жазсақ болады. V1, V2, V3 тең 42. Осыдан біз жүйе құрастырайық. V1-ді мен сыртқа қарай шығарсам, Q-дің 3 дәрежесі азайту 1 тең 126 болады. Мына жерден барлығын V1 мен Q-ға айналдырып жазайық. V1, V2 дегеніміз V1 Q1, V3 деп атқанымыз V1 Q квадрат тең 42. Так, енді битик жаңағыдай жалғастырамын. V1 мына жерде 1-дің дәрежесіне жаңа 3 қоятын болсақ, бұл Q куб азайту 1 куб болады. Яғни бұл Q минус 1, жаңа айтқанымыздай Q квадрат қосу Q плюс 1-ге тең. Жақшаны жабамыз. Мына жақшаны апстай салайыншы. Керек емес. Так, бөлімінде, яғни бұл жерде бөліп жүреміз көріп тұрғанымыздай. Так, V1-ді сыртқа қарай шығарсақ, өзін сыртқа шығарған үшін 1 қоямыз. V1-ді сыртқа шығарсақ, мұнда Q қалады, мұнда Q квадрат қалады. Тең 126 бөлінген 42. Так, осы жерде мыналардың барлығы бір-бірмен кетеді. V1 кетті. Q минус 1 тең 126-нан 42-ке бөлсек
3 мұнда 1, 3-ті 1-ге бөлсек 3, сонда Q бізде 4-ке тең. Енді Q бізге 4-ке тең болса, V1-ді тауып алайық. Яғни Q-дің орнына 4-ті қоямыз. 2 теңдеудің біреуіне қоямыз. Бізде айырмашылық жоқ, мен біріншіден қоя салам. Сонда V1 көбейтілген 4-дің кубы минус V1 тең 126. 4-дің кубы 64. 64 V1 азайту V1 тең 126. Мынаның алдында көрінбейтін бір бар. 64 V1-ден 1 V1-ді азайтсақ, бізде 63 V1 қалады. Ол 126-ға тең. Онда біз V1-ді табу үшін 126-ны 63-ке бөлеміз. Сонда V1 бізде 2-ке тең. Енді осы мәліметтерді қолданып, біз S5-ті спокойно таба аламыз. Онда S5-тің формуласы V1 Qn минус 1 бөлінген Q минус 1. Кеттік, V1 бізде 2, Q дегеніміз 4. 4-тің Q деп атқанымыз бізде 4. 4-тің 5 дәрежесі минус 1 бөлімінде 2 минус 1. Есептейміз. 4-тің 5 дәрежесін енді есептеу керек. 16, 256, 256-на 4-ке көбейтсе 1024. 1024 азайту 1, бұның алдында 2 бар, бөлімінде 1. Сонда 2 көбейту 1023, жауабы 2046. Жас оқушылар, керемет күшті жұмыс жасадық деп ойлаймын. Яғни геометриялық прогрессияның бір формуласы арқылы неше түрлі есептер шығардық. Егер де барлығы ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып қойып, және де оқушылар алдыңғы тақырыптарды көрсек те пайдалы болады. Бұл қосындысы, әрине бұл геометриялық прогрессия өзі емес, сондықтан да сол видео сабақты тоже көріп алайық. Пайдалы болды деген үміттемін. Сау саламатта болыңыздар.